бүгінгі видеода есептер тарату. Бірінші практикалық есеп. Әрбір векторды 90 градусқа айналдырып, содан кейін нәтижені x өскен траекциялық қандай матрица әсер етеді, қандай матрица x өскен траекциялы, содан кейін y өскен траекциялы береді. Бізде 90 градусқа бұру және x өскен траекциялы, яғни бізде матрица өсін 1-ден 0, 0-ден 1 вектор бойынша. Егер біз 90 градус болса, онда бізде x векторымыз x өсіне, ол 0-ден айналып келеді да, y-іміз -1-ден айналып бұрыш бойынша. Ай бізде матрицамыз ол x өскен траекциялы, онда y векторымыз 0-ге айналып кетеді. Егер біз оларды өзара көбейтетін болса, бізде 0-ден 0, -1-ден 0, яғни біздің y өсіндегі матрица, x өскен матрица жоқ болса, y өсіндегі бір вектор анықталады. Біздің кесіміз екі өлшем кесім, бір өлшем кесім. Егер бізде x өскен проекция болса, y өскен проекция болса, кез қандай болады? Егер x өскен проекция кезде жаңа 1-ден 0, 0-ден 0, y өскен қайталаған кезде 0-ден 0, 0-ден 1 көбейтетін болса, өз арасында бізде 0 болып кетеді. Яғни біздің матрица кесіміз жоқ болып кетеді. Бұл 0-дік матрица себебі алдымен біз x вектор x өскен қуатамызды, сосын сол кезде жатқан проекцияны, сол кезде x, y өстері бір-бірінен бетінген уақыттан проекция нүктеге 0-ге айналып кетеді. Арасынан 90 градус болып кетеді. Енді келесі практикалық есеп бізде ағылшынша жазып тұр. Бізде қандай бізде берілген сызықтық түрлендіру мына шартты қанағаттандырады. Екі шарт. Біріншісіне бізде бұл вектор, бұл вектордың нормаль вектор. Бізде бұл сызықтық емес, себебі біз екі рет созатын болсақ, вектор ол сәтен 2 болады, яғни ұзындық 2 түседі. Бізді нәтижесінде с қысқарып кетіп, сонда бізде Т2В, Т2В қалыпты, яғни с көбейткен т шықпайды. Келесі бізде вектордың барлық компоненттерін қосамыз. Талдау бұл бізде сызықтық, яғни екі вектор қосып, компонент қоссаңыз, компоненттен бөліп нәтиже қоссаңыз, бір дисфункция. Бұл яғни бұл қанағаттандырады. Үшіншісі бізде вектор мынау еселі вектор бар. Вектордың бірінші компоненті екінші, үштен көбейтеміз, сонда бізде бұл сызықтық. Яғни бізде диагоналды матрица арқылы орындалатын түрлендіру. Барлық матрицалық көбейтінде сызықтық болады. Яғни бізде тек қана коэффициенттерін ғана көбейтеді. Төртіншісі максималды ең үлкен таңдау бізде сызықтық емес, себебі бізде шарт орындамайды. Егер біз бұл векторын алатын болса, 1-ден 0, 0-ден 1. Максимумыз бір болады, бірақ макс тең 2 болады. Өзара теңдік. Шартқа қайшы келіп тұр. Келесі практикалық есеп біздің матрицамыз 1-ден 0, 2-ден 5, 0-ден 1, 1-ден 3-ке ауысады. Яғни қандай матрица кезінде бізде сызықтық түрлендіру орындалады. 2-ден 5-тен 4-ден 0-ге шейін, 1-ден 0-ден 0-ге өседі. Не үшін біздің матрицамыз 2-ден 6-дан 1-ден 0-ге, 1-ден 3-тен 0-ге 1-ге ауысады. Түрленеді. Коэффициент бірінші А пунктіне көшейік. Бізде 1-ден 0 векторын 2-ден 5-ге, 0-ден 1 векторын түрлендіріп матрица. Бізде ол толқынады. Бізде егер біз базистік векторлардың қайда баратын білсе, матрицадан 1-ден құралады. Бірінші базистік векторымыз 1-ден 0 болса, ол қайда барса, сол матрицаның бірінші бағаны. Егер базистік векторымыз қайда барса, сол екінші бағаны. Бізде векторымыз әшейін 2-ден 5, 1-ден 3 болады. 2-ден 5-ке барады, а векторымыз 2-ден 3-ке бағытын өтеді. Бұл пункт бойынша 2-ден 5 векторын 1-ден 0-ге, 1-ден 3 векторын түрленетін матрица қандай? Бізде кер матрица,
мынау келтіру үшін гер матрица алатын едік, сонда бізде бинорлар арқылы табылатын болсақ, анықтауыш бірге тең болады. Бізде анықтауыш 3 минус 1, минус 5, 2 деп тұрған кезде мына түрлену бастапқы күйге келеді. Егер бізде осы пунктте егер 2-де 6 вектор 1-де 0-ге, 1-де 3 вектор 0-де 1 түрленетін матрица болмайды. Себебі тәуелділікте бізде байқасақ 2 вектор өзара сызып түрленеді. Яғни 2-де 6 вектор 2-де көбейтілген 1-де 3. Яғни бізде анықтауыш 0 болады. Білеміз? Ол әшейін сызық. Әшейін түзу ол. Ол екі өлшемді фигура емес. Ол анықтауыш 0 болған соң біз одан кер матрица таба алмаймыз. Жалпы осы. Бізде төртінші практика келсек, бізде А матрицасы берілген, яғни біз оның меншікті шамасы, меншікті вектор табуға болады. Қандай вектор кезінде ол бағытын өзгермей тек қана сызылып немесе созылатын немесе сығылатын векторлар табуға болады. Бірінші біз Аға минус лямбда көйткен айдың 1-де 0, 0-де 0. Бізде осылай матрица шығады. Көп мүшеден тұрады. Яғни осының анықтаушыны есептейміз. Анықтаушыны есептейміз, мына лямбдасы анықталды. Лямбдасы сол меншікті шама. Дискриминант табамыз. Недеуші шешім. Содан бізде бірінші шамамыз плюс 3 түбір асты 10, екіншісі 3 минус түбір асты 10. Екіншісі бізде меншікті вектор табу үшін бізге теңдеу шешіміміз керек болады. Яғни біз азайтамыз. Сонда бізде жердегі матрицаны жоямыз. Қысқарту арқылы бізде вектор мынандай шығады. 2 плюс түбір асты 10 бөлген 2. Енді екінші шарт үшін байсек деген кезде бізде 2х қосылған минус 2 түбір асты 10 плюс y деген 0 болады. 2х-іміз сонда 2 түбір асты 10 y болады. 2 минус түбір асты 2 болады. 2 вектор шығады. Ол 2 векторымыз матрица сетінде тек қана созылумен сығылады. Ол ешқандай бағытын өзгертпейтін вектор болады. Қорытындыға келетін болсақ, сыныптық түрлерін қарастырдық. Меншікті және меншікті вектор және меншікті шамалы табуды үйрендік. Ал назарыңызға видеоны басып кетіп каналға тіркеле кетіңіздер. Егер қандай да сұрақтарыңыз бар болатын болса, астыға комментарийге жаза кетіңіздер. Келесі видеомыз математикалық анализдің практикалық сабағы болады, яғни біз бөлімді аяқтадық. Чек туралы, яғни біз тек келесі сабақта есеп тарату. Ешқандай тақырып болмайды, тек есеп қана болады. Ал назарларыңызға рахмет, құрметті математиктер.